Бүгін бір пақлава істегім келіп шабытым оянып кетті. Ол үшін бізге 500 грамм ұн және де 10 грамм разрыхитель, 4 жұмыртқаның сарысы, ағы, қаймақ, сосын май қажет. Қанша грамм керектілерін описанияға жазып кеттім, сол жерден көрерсіздер. Ұнға бірінші разрыхитель қосып алып араластырып алу керек еді, мен оны ұмытып кетіппін. Одан кейін барып майды аламыз. Майды ұсақтап осылай ұнға араластырып песочный тесто жасаймыз. Жақсылап араластырып, қатып тұрған май болу қажет. Жақсылап араластырамыз, қолымызбен мыжғылап, ұнмен араластырып, әдемілеп песочный тесто жасап аламыз. Қамырым мен ұнымыз осылай болу қажет. Енді үстіне қаймақ пен жұмыртқаның сарысын қосамыз. Қаймақты саламыз. Одан соң барып жұмыртқаның сарысы, бұл жерде 4 жұмыртқаның сарысы бар. Ал ағын бөлек алып қойдым, оны алдыңғы уақытта көрсете жатамын. Жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Жақсылап араластырып аламыз. Қамырдың басы біріккенше илеп аламыз. Егерде қатты жұмсақ болып жатса, оны араластырып илеуге болады. Крахмалдың қажеті жоқ. Бұл кәдімгі ұн. Илеп болғаннан кейін пакетке салып, холодильникке қойып қоямыз. 20 минуттан кейін немесе өздеріңіз қолдарыңыз босаған уақытта алып жасай берсеңіздер болады. Шағылған жаңғағымызды пакетке салып, үстінен оқтаймен осылай істесеңіздер, немесе блендермен араластырып майдалап алсаңыздар болады. Майдаланған жаңғағымыздың үстіне құмшекерімізді саламыз, өстіп араластырып қоямыз. Одан кейін барып холодильниктен қамырымызды алып, 4 бөлікке бөлеміз. Астыңғы бөлік, ол бірінші бөлігін үлкенірек қыламыз. Қағанын бірдей қылып 3 бөлікті иліп, июін қандырып қоямыз. Қамырдың бірінші бөлігін алып, тапаның размеріне келетіндей қылып жайып аламыз. Жұқалап жаямыз. Астыңғысы болғаннан кейін осылай дәурек қылып жайып алдым. Енді міне екінші қамырды жайып аламыз. Жұқалау қылып жаямыз. Бұл жаңа табаға салған бірінші қамырымыз. Үстіне жұмыртқаның ағын жақсылап жағып аламыз. Одан кейін барып үстіне жаңағы жаңғағымызды саламыз. Барлық шетіне жететіндей қылып салып қоямыз. Жаңғағымыз осылай әдемі тегіс жағу керек. Үстіне осылай қамырды, жаңа екінші қамырымыз үстіне жабамыз. Енді үшінші қамырымызды жаюға кірісеміз. Міне үшінші зуаламызды жайып аламыз. Оны да жұқалау қылып жаямыз. Тапаның размеріне жететіндей қылып жаямыз. Жаңағы екінші қамырымыздың үстіне жұмыртқаның ағын тағы да жағып, жаңғағымызды саламыз. Бір тегістеп, бәріне жететіндей қылып, жұқалау қылып салып шығамыз жаңғақты. Сөйтіп үшінші қамырды бетіне жабамыз. Осылай әдемілеп бетіне жететіндей қылып жапқанымызды бір шетке алып, енді төртінші қамырды жаюға кірісеміз. Төртінші қамырды да жайып, жұқалау қылып жайып аламыз.
Үшінші қамырдың бетіне жұмыртқаның ағын жағып, жаңғағымызды жақсылап біркелкі етіп салып аламыз. Одан кейін барып төртінші қамырды бетіне жағып, жан-жағын өріп шығамыз. Мен асылынан түсіре алмадым. Уйгурский самсаныкіндей етіп өріп шығамыз. Өрілгеннен кейінгі видеоны қазір көрсетемін, қалай өрілгенін. Міне өрілді. Сіздер жұмыртқаның бір өзін жағыңыздар, мен тек сарысын жағып едім. Міне жұмыртқаның бір өзін жағып, осылай жақсылап жан-жағын бәрін сылап шығамыз. Міне көріп алыңыздар. Осылай болу керек. Одан кейін пышақтың ұшымен ғана жүргізіп шығамыз. Бәрін батырмаңыздар, өйткені батырсаңыздар піскен кезде ішіндегілер салмасын бәрін сыртына шығып кетеді. Ромб қылып сызып келтіріп аламыз. Бетіне жаңғағын қаттырақ басыңқырап қойыңыздар. Қызып тұрған пеште 180 немесе 200 градусқа 30 минутқа салып пісіріп аламыз. 50 грамм мёдқа 25 грамм су құйып, қайнап тұрған су құйып, осылай араластырып қоямыз. Міне пахлава піскеннен кейін бетіне біркелкі қылып жағып шығамыз. Осыны пешке 5 минутқа салып аламыз. Қазір результатын көресіздер. Асылыммен жағаласып жүріп істеген пахлавам дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.